Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 16-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы ю әрпінің жазылуы. 65-ші жаттығу. Өлеңді көшіріп жазып, қарамен жазылған сөздің астын сыз. Күнде тәртіп бұзыпты, кішілерді сүзіпті, миуаны үзіпті, мүйізіне тізіпті. Бұл жерде қарамен жазылған сөз миуаны. Миуа сөзінің жазылуына назар аудар. Бұл сөзде и-у әріпі тіркесі бар. Миуа сөзінің мағынасын оқулықтың соңындағы түсіндірме сөздіктен қарап біліп ал. Миуа жеміс, ағашта өсетін тәтті. 66-шы жаттығу. Сөздерді көшіріп жаз. Олардың жазылуын есіңе сақта. Миуа, хайуан, хайуанат. Осы сөздерді қатыстырып сөйлем құрап айт. Миуа сөзіне бақта көп миуа пісті. Бұл хайуан өте жуас екен. Біз кеше хайуанат бағына бардық. Міне балалар, берілген 3 сөзге 3 сөйлем құрап жаздық. Жарайсыңдар. Алпыс жетінші жаттығу. Мәтінді көшіріп жаз. Ю әріпі бар сөздің астын сыз. Саматқа әкесі Юпитер ғаламшары туралы айтып берді. Самат Юпитердің ең үлкен ғаламшар екенін білді. Ол Юпитерге ұшып баратын зымыран ойлап таппақ болды. Ю әріпі бар сөздер Юпитер, Юпитердің және Юпитерге. Дереккөздерден Юпитер туралы біліп ал. Юпитер күннен есептегенде 5-ші планета. Ол газды алып планеталардың қатарына жатады, яғни қатты беті жоқ. Оның құрамында негізінен сутегі мен гелий бар. 68-ші жаттығу. Бізде шығармашылық үзіліс. Суреттегілердің атауын тиісті орнына қойып өлеңді оқы. Көрпені жаю керек. Ыдысты шаю керек. Матаны қию керек. Жейдені кию керек. Балалар, тапсырмаларды толықтай орындап болдық. Тапсырмалар түсінікті болса, сау болыңыздар. Келесі видеомды көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.